Шешендік өнерін үйреніп, жоғары мәртебелі болу туралы қабыснамадан алынды. Оқыған Ләззат Әлдибай. Кісі сөз өнерін білетін шешен болуға тиіс. Ей перзентім, сен де шешен бол, сөйлей білгің. Бірақ жалған сөйлеме, сөйлесең шындықты сөйлеп, туралықты айтумен атағың шықсын. Кейбір өте қажетті жағдайда айтқан жалған сөзіңе жұрттың сену мүмкін. Бірақ сен оны әдетке айландырмай, әрдайым айтқан сөзің шындық болу керек. Жұрт сенбейтін шындықты айтпағаның жөн. Жалғанға ұқсаған шындықтан гөрі, шындыққа ұқсаған жалған жақсы. Өйткені ондай жалған сөзге жұрт сенеді, ал жалған сияқты шындыққа ешкім де сенбейді. Демек, жұрт сенбейтін шындықты айтудан сақ бол. Менімен Абу Субар Шапур бини Абу Ал-Фазыл екеуміздің арамызда болған оқиға сенің де басыңа түспесін. Әңгіме, білгенің жөн. Әмір Ал-Мухминнің заманында Меккеден қайтып келе жатып, 1 жыл бойы Ганжада болдым. Үндістанға көп шабуыл жасаған едім, сондықтан да Роммен жүруді жөн көрдім. Сол кезде Абу Субар Ганжа қаласында ұлық падиша еді. Ол өзі жайдары, жарқын мінезді, әділ, сақы, рақымшыл жан еді. Бір күні мені көріп қалды да ізет құрметін жасап, менімен әңгімелесуді көңілі қалап, түрлі сөздер мен сұрауларын беріп, менен көңіліне қонымды жауаптар есітті. Менің сөздерім оған өте ұнап, шын ықыласымен көңіл қойып тыңдайтын. Мен де оны ықыласына қарай көңілімде бардың бәрін жасырмай айтушы едім. Өл жарастығы себебімен бірнеше жылдар бойы Ганжада тұрып, әрдайым оның мәжілістеріне қатысатын едім. Патша менің әртүрлі әңгімелерімді тыңдаудан жалықпайтын. Бір күні менің мемлекетім, әсіресе ондағы Гурган қыстағы туралы баяндауды өтінді. Сол өлкенің қызықты салт-сана, әдет-ғұрыптары жөнінде әңгімелер айтылды. Сөз арасында мен оған Гурган қыстағында Сияваск дейтін ауыл, оның маңайында бір бұлақ бар дедім. Көзе қолтығынан әйелдер күнде бұлақ басына барады да, мөлдір суға толы көзелерін басына қойып, тізбектеліп ауылға қайтады. Әйелдердің біреуі көзе көтермей, басқалардан алға шығып, жолдың өне бойына көз сала жүреді. Оның себебі сол жерде сизақ деп аталатын көк түсті құрт болатын. Алда келе жатқан әйел сол құртты байқап қалған жағдайда оны жолдан аулақ жерге алып тастауға міндетті. Егер әйелдердің біреуі жолда жатқан құртты байқамай басып кетіп өлтіріп қойса, көзедегі суларын төгіп, оны қайтадан жуып, бұлақтан таза су әкелуі тиіс. Мен осы әдет-ғұрыпты айтқанда, Әмір Абу Субардың қабағы түсті де менен жүзін теріс бұрды да менімен бірнеше күндер бойы бұрынғысындай әңгімелеспей қойды. Бір күні Фирузан Дайлими маған қарап, Әмір сен туралы әңгіме қозғап, пәлен кісі өте дана ақылды жанау, бірақ жас балаларға айтатын жалған әңгімені маған баяндады. Сол сияқты адамның өтірік әңгімені айтуы жараспай-ақ тұрды деді. Мен бұл хабарды естіп Ганжадан Гурганға арнайы бір кісі жіберіп, айтылған әдет-ғұрыпты дәлелдейтін жергілікті жердің ғұламалары қол қойған қуанама хатты жеткізудің әрекетіне кірістім. Гурганның беделді ғұлама, қазы, мүфтилері қол қойған айтылмыш әдет-ғұрып туралы қуанама хат менің қолыма 4 айда тиді. Мен сол қуанаманы падишаға көрсеттім. Падиша қатты оқып, миығынан күлді де, сен сияқты кісінің мен сияқты падишаның алдында өтірік айтпайтынына кәміл сенемін. Бірақ 4 ай ішінде бір елдің қазы, мүфти, ғұламалары куәлік жасаған жағдайда ғана сенуге болатын шындықты айтудың өзі дұрыс емес. Бұл сияқты шындық әңгіменің анық-қанық анықталған соң ғана есепке өтеді деді. Ей перзентім, білгенің жөн, адам 3 түрлі, сөз 4 түрлі болады. Адамдардың бірінші түрі біледі және білген сайын білгісі келеді. Бұлар ғалымдар тобына жатады. Бұлардың айтқанына тәнті тұру керек. Екінші түрі біледі, біле тұра білмеймін дейді. Бұлар ұйқыдағы зұлымдар, олардан сақ болған жөн. Үшіншісі білмейді және білгеннің тілін алмайды. Олар ессіз надандар. Бұл сияқтылардан аулақ жүру керек. Сөз 4 топқа бөлінеді. Біріншісі білуге де, айтуға да қажеті жоқ сөздер. Екіншісі білуге де, айтуға да қажетті сөздер. Үшіншісі білуге қажеті жоқ, бірақ айтуға болатын сөздер. Төртінші білу керек, бірақ айтуға қажетсіз сөздер. Негізінде дүниенің бар жақсылығы айту және білу үшін қажетті сөздерге тән қасиет. Бұл сөздер дүние үшін пайдалы болып, айтушыға да, тыңдаушыға да мән мағанасымен әсерлі болуға тиіс.
білу қажет, бірақ айтуға мүмкін емес сөздерге жататындарға мысал ретінде бір мансапқордың немесе досыңның айыбын бетіне басуды келтіруге болады. Егер бір мансап иесінің немесе досыңның айыбы саған мәлім болса, ақыл таразысына салып қарағанда оны тікелей айту ақылсыздық. Өйткені сен олардың айыбын айтсаң, мансапқор ашуланып, досың саған өкпелейді. Яғни өзіңе өзің дау-жанжал арттырып алуың лезде. Сондықтан да бұл сияқты сөзді білгенің дұрыс, бірақ айтылмауы қажет. 4 түрлі сөздің ең абзалы білуге де айтуға да қажетті сөздер. Бұл 4 түрлі сөздің 2 жағы бар. Біріншісі сұлулығы мен мәнділігі, екіншісі өңсіздігі мен мағынасыздығы. Халық алдында сөйлеген сөзің сұлу болып, оны жұрт ықыласымен тыңдасын. Сөз өнерін меңгеріп биік дәрежеге көтерілгеніңді жұрт сөйлеген сөзіңнен білсін. Халық адамның қандай дәрежеде екенін сөйлеген сөз арқылы біледі. Керісінше, сөз дәрежесін адам арқылы білмейді. Өйткені әр адамның шама-шарқы өзінің сөйлеген сөзінің астарлы мәнінде жасырын жатады. Айтылуға тиісті бір сөзді тыңдаушының көңілі қиырда да, раушанда болатындай мағынамен айтуға болады. Әңгіме. Харун Рашид бір күні түс көріп, түсінде аузындағы тістері түгелдей түсіп қалады. Ерте тұрып, түс жорушыны шақырып, түсінің мазмұнын айтады. Түс жорушы: «Ей әміршім, сенің жақын ағайын туыстарыңның бәрі өліп, сенен басқа ешкімде қалмайды екен» депті. Харун Рашид: «Менің бетіме бат дейтіп, қайғы толы қаралы сөз айтуыңа жол болсын. Егер менің барлық ағайын туғаным қырылып қалса, мен қайтып күнімді өткізбекпін» деп түс жорушының жонына 100 дүре соғуға бұйырады. Түс жорушының өзге біреуін шақыртып алып, көрген түсінің мазмұнын айтып, түсімді жорып бер дейді. Түс жорушы: «Ей әміршім, барлық ағайын туысқандарыңнан сенің өмір жасың ұзақ болады екен» дейді. Харун Рашид: «Жалпы ақылдың жолы біреу-ақ. Екеуінің де жоруы бір жерден шықты, бірақ алғашқы жору мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей» деп халифа кейінгі түс жорушыға 100 ділда беруді бұйырады. «Ей перзентім, сөздің оңы мен терісіне, өңі мен астарына айрықша мән беріп, мағыналы етіп сөйлеу үшін әрекет істе. Сөз сөйлеудің кереметтей қасиетіне міне осылар жатады. Сөйлеген сөзіңнің мағынасына мән бере білмесең, мысалы, сен де бір құс сияқтысың. Мұндай құстың атын тоты дейді. Тоты құс та сөйлейді, бірақ ол сөздің мағынасын білмейді. Шешен кісінің сөйлеген әрбір сөзі халыққа түсінікті, және оның өзі халықтың әрбір сөзін жете түсініп, жоғары дәрежеде меңгерген жағдайда ғана айтуға болады. Мұндай жандар ақылдылар тобына жатады. Ал ондай қасиеттен құралақан қалған жандар, олар да бір адам кейпіндегі жануарлар. Сөздің құнын дұрыс бағалай біл, өйткені сөз жай нәрсе емес. Білген сөзіңді өз орнына қойып, уақытыңды босқа өткізбеуге тырыс. Уақытты босқа өткізу даналыққа ажал жеткізумен тең. Әрдайым шындықты сөйле. Мәнсіз сөз айтуға әдеттенбе. Білмейтін ілімнен сөйлеп, нан талап етпе. Қандай талап болмасын, тек білетін ілім өнеріңмен ғана жүзеге асады. Білмейтін ілім өнерді білемін деуден, бос азаптанудан басқа түк те шықпайды. Әңгіме. Анушираван әділ патшаның заманында бір әйел Абу-Зур-Жи-Михирдің алдына келіп бір сұрау берді. Абу-Зур-Жи-Михир ол сұраудың жауабын білмейтіндіктен әйелге қарап: «Ей, мен сенің сұрағыңа жауап бере алмаймын, өйткені мен оны білмеймін» деді. «Егер сен оны білмесең, қалайша падишаның нанын жеп жүрсің?» деді. Абу-Зур-Жи-Михир: «Білген сөзім үшін жеймін де, білмеген сөзім үшін нан жемеймін. Егер бірде-бір сөз білмесем, патша маған еш нәрсе де бермес еді» депті. «Ей перзентім, әліңнен аспа, асып тасуды сұмдық істің басы деп түсінгейсің. Әрбір істе орташа болған жөн. Әрбір сөзді сөйлеуде, жұмысты істеуде шыдамды болып саспағаның жөн. Сырыңды өзіңнен басқа ешкімге де айтпағайсың. Ал біреуге айтқаннан соң оны құпия деп есептеме.
Топ ішінде жеке біреуді оқшау шығарып сөйлеу немесе құлағына сыбырлап сөз айту жақсы әдет емес. Ондай сөзден адамдар күмән етеді. Өйткені көпшілік бір-біріне күмәншіл келеді. Сөйлеген сөзің дұрыс-бұрыс сөз екеніне жұрт куәлік беретіндей болсын. Егер өзіңді зорлықпен қылмысқа итергің келмесе, бір нәрсеге куәлік беруден сақтан. Куәлікті өз еркіңмен бер. Әрбір сөзге құлақ сал. Жеңілтектіктен сақтан, ойланып сөйле. Ал ойсыз айтқан сөзіңе өкінбегейсің. Алдын ала ойлану асыл қасиет. Әртүрлі сөзді таңдаудан қиналма. Өз қажетіңе жарасын, жарамасын, тыңдаудан жалықпа. Қалайда өзің үшін сөз қақпасы ашық болып, пайдалы сөздің қайнар бұлағы таусылмасын. Суық сөз сөйлеме. Суық сөз де, мысалы, бір арам шөптің ұрығы сияқты, одан дұшпаның пайда болады. Дана болсаң да өзіңді наданға сана. Сонда ғана саған өнер дарбазасы әрдайым ашық болады. Егер сөз өнеріне жетік болсаң да, сөз құрылысын бұзбай, қаз қалпында, дұрысын айтқанда бір қалып тырғақпен сөйле. Қызметкер адамдармен қызметкерлерше, қарапайым адамдармен қарапайым сөзбен сөйлегін. Қай кезде болмасын, шешендік өнерінің шегінен шықпа. Аузыңнан шыққан сөзің тыңдаушының жүрегіне қонымды, жеңіл болсын. Егер сен сөйлегенде бұл тәсілді қолданбай, айтар сөзіңді бар ықыласыңмен дәлелдегеніңмен, жұрт оны тыңдамайды. Тыңдаушылардың талабына қарап, көңілдегісін тауып сөйлеген кезде ғана қиын жағдайдан қысылмай шығасың. Ей перзентім, егер сен қанша шешен болсаң да, өзіңді білгір, ділмар шешендерден төмен ұста. Сөз үйренуден жиренбе. Көп біліп, аз сөйле. Аз біліп, көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны. Аз сөйлеу сау саламаттыққа да тән қасиет. Көп сөздіні қанша дана болғанмен жұрт ақылсыз деп есептеп, керісінше сөйлемей отырған ақылсыз адамды ақылды жан екен дейді. Егер сен өзің адал жанды болсаң, жаман істен бойыңды таза ұстаған жағдайда да өзіңді өзің мақтама. Өйткені сен өз пайдаңды ойлап, өзіңе өзің куәлік берсең, сені ешбір жан тыңдамайды. Сені халық мақтасын. Сөйлегенде әрбір сөзің нысанаға дөп дейсін. Әңгіме. Бір ғалым кісі бар еді. Ол Зинжан өлкесінің шайығы болатын. Сол жерде бір ақсүйек жігіт бар еді. Ғалымдарға ұқсап сөз айтуға құмар жан еді. Екеуі бір-бірімен жиі айтысқа түсіп, бірін-бірі қаралауға құмар еді. Бір күні ақсүйек жігіт шайықты кәпір деді. Бұл сөз шайықтың құлағына жетті. Шайық, мен егер кәпір болсам, ол арамызда болады деді. Бұл сөзді ақсүйек есітті. Орнынан атып тұрып ашумен Рай қаласына барды да қаланың әкімі Сахиб Аббаттың алдына кіріп, көзінен жасын төгіп, шайықтың жәбірлегенін баяндап, сіздің заманыңызда пайғамбар әулетін шайықтың арамза дегені дұрыс па? деді. Бұл жағдайға Сахиб Аббаттың қаһары келіп, жедел шабарманын жіберіп, шайықты шақыртып алды. Әкім қаланың ғалымдарын жинап үйіне кіргізді. Әкім Сахиб Аббат шайыққа қарап, сен үлкен ғалым адамсың және жас емес, төріңнен көрің жақын, көпті көрген жансың. Пайғамбардың әулетін арамза деп айтуыңа жол болсын. Айтқан сөзіңді дәлелде. Егер дәлелдей алмасаң, қатаң жаза қолданамын. Жұрт сенің қылмысты ісіңнен түңіліп, алдағы жерде әдепсіздік істемесін деді. Сонда шайық орнынан тұрып, бұл істің түйінін әділетпен шешкейсіз, және бұл істі дұрыс шешу үшін ақсүйектің өзінен басқа куәнің қажеті жоқ. Шындығына келсек, ол тек менің сөзіммен ғана адалданады деді. Сахиб Аббат дәлелін айтыңыз деді. Шайық айтты. Ақсүйек жігіттің анасының некесін мен қиғанымды жұрт біледі. Бірақ ол мінбеге шығып, халық алдында мені кәпір депті. Егер ол кәпір деген сөзін шын көңілмен сеніп айтқан болса, кәпірдің қиған некесі мұсылманға жүрмейді де. Ақсүйек өз сөзімен арамзада болып шығады. Ал егер ол айтқан сөзін шын көңілмен сеніп айтпаған болса, өтірікші болып шығады. Өтірікшінің де сазайын беру керек. Демек бұл ақсүйек арамзада немесе өтірікші. Енді оған қандай үкім шығаруды өзіңіз білерсіз деді. Бұл сөзді есіткен ақсүйек ақылын ашуға жеңдіріп, ойламай айтқан сөзінен опық жегенін түсінді. Ей перзентім, жалған және босқа кететін жел сөзді айтпағайсың. Өйткені жел сөз
Қайыршылардың сөзі. Егер біреуге сөйлемекші болсаң, ол сенің сөзіңді тыңдағысы келе ме, әлде тыңдағысы келмей ме, алдын ала байқағаның жөн. Егер тыңдаушының сенің сөзіңе қарыздар болса, сөзіңді сатуыңа болады. Шу дегеннен тыңдаушы сөзіңді жақтырмаса, ол сөзіңді қысқартып, басқа бір ескертушілерге жағымды сөзден сөйлегін. Қысқасы, тыңдаушылар сөйлеген сөзіңе ыстық ықылас білдірсін. Өзіңді көпшілік ішінде дұрыс ұстай біл. Адамның адамдық қасиетіне орай жұмыс істе. Орынсыз ұйқыдан сақтанып, халықпен қалай қатынас жасауды жоғарыда баяндадым. Ей перзентім, сөз тыңдаудан жалықпа. Адам сөзді тыңдай білген жағдайда ғана шешен бола алады. Бұған дәлел ретінде жаңа туған нәрестені көпшіліктен аулақ жағдайда оңаша жерде сақтап, бірде-бір жанмен сөйлестірмей сүт тағам беріп тәрбиелесе, оған ата-ана мен анасы сөйлемесе, сөз естпей өскен бала есейгенде мылқау болады. Уақытты ұтымды пайдаланып, сөзді көп тыңдап, сөйлеу өнеріне жаттыққан жан шешен болады. Екінші мысал, кімде-кім анадан саңырау болып туылса, ол сөзсіз мылқау болады. Сондықтан даналардың сөзіне құлақ сал. Данышпандар айтыпты, даналардың ақыл насихаты көңілдің көзін ашып, жан дүниеңді раушан етеді. Өйткені ақыл насихат данышпандық көзінің ағы мен қарасы, сүрмесі, әрі тотияйыны. Демек, даналар сөзін ұғып тыңдағаның жөн. Даналар сөзінде ізгі ниет, үлгі, өсиет мол. Осыған орай Анушираван әділдің үлгілі, өсиетке толы, сұлу сөздерінің біразы есіме түсті. Оны осы кітабымда жеке бір тарау етіп жазамын. Ей перзентім, сен сол сөздерді оқисың, білесің, жаттай аласың. Және сол сөздерге сүйеніп іс қыласың. Оның ақыл өсиеттерін пайдалануың қажет. Есіңде болсын. Мен өткен халифалардың қисса дастандарында оқығамын. Бір күні Махмун халифа Анушираван әділдің қабірін көру үшін барады. Оның құлпытасына ұзақ бір қисса жазылған еді. Махмун оның мүрдесін ашып көрді. Анушираванның денесі бір тақтаның үстінде топырақ болып жатыр екен. Тақтаның үстіндегі құлпытас дуал қабырғасына орнатылып, бірнеше сөз Пехлеви тілінде алтынмен жазылыпты. Махмун Пехлеви тілін жетік білетіндерді шақыртып алдырады. Олар жазылған хатты оқып, араб тіліне тәржіма етеді. Бұл тәржіма ажам халқы арасына кең тарап кетеді. Ол жазылған таста мына бір сөзді айтыпты. Тірі уақытымда, патшалық құрып тұрғанымда, Құдайдың жаратқан пенделерінің бәрі бағынышты болып, әрқайсысы тек менің жарлығыма сай қызмет істеп, тек менің билігіме сай үлесін алатын еді. Мүсәпірлік уақыты жетті. Енді бұдан басқа лаж таппағандықтан осы сөздерді құлпытастың бетіне алтынмен ойып жаздым. Егер кімде-кім мені зиярат етіп келсе, осы жазылған сөздерді оқысын, білсін, және бұл сөздерді пайдалансын. Менің бұл өсиетім зиярат етіп келген кісінің қадамына сыйлаған сыйым болады депті. Анушираванның үлгі насихаты мына төмендегілер еді. Дәулет ертелі кеш келуі де кетуі де мүмкін. Барлық жағдайың алмасып және өзгеріп тұруына таңданба. Яғни шаттық кетіп қайғы келсе, қайғы кетіп шаттық келсе, оған мән берме. Халық не үшін бір рет опық жеген істен қайтадан опық жейді? Егер бір істі істеп өкінішті жағдайда болсаң, оны екінші қайталама. Адам тіршілігі өмір талабына сай болмаса, не үшін ол өзін тірімін деп есептейді? Халықтың қамы үшін өз рақатынан айырылған адамды дұшпан деме. Өнерсіз жанмен дос болма. Өйткені өнерсіз адам достыққа да, дұшпандыққа да жарамас. Өзін дана санаған наданнан түңіліп сақтанғын. Ащы болса да сөздің ақиқатын айт. Сырыңды дұшпан білмесін десең, досың айтпа. Құлды иесі базарға салып сатады. Біреу сатып алады, ал құл әуелгісінен бостандық алған сияқтанады. Үмітсіз кісінің еккенін жегеннен аш жүрген жақсы. Наданның өзіне істеген ісін ақылды жан дұшпанына да істемейді. Әр адамның білімді болғанымен ақылы болмаса, ол білімі өзіне зиян келтіреді. Егер адам баласын тұрмыс ұстазы дана қылмаса, оған ешбір дана ақыл үйретемін деп әуреленбесін. Әуреленген жағдайда еңбегі зая кетеді.
Наданнан өз тәніңді сақтағандай, одан барлық нәрсені де аулақ сақтау оңай. Сен туралы халық жақсы сөз айтсын десең, сен өзің алдымен халық туралы жақсы сөз айтқың. Егер дос-жарансыз қалғың келмесе, кінәмшіл болма. Егер қайғысыз болғың келсе, қызғаншақ болма. Өміріңді қиналмай өткізгің келсе, қол жеткен табысыңды қолдан берме. Егер өзіңді азаптан құтқарғың келсе, бітпейтін іске қол ұрма. Егер өзіңді қайыршы деп айтпауын тілесең, табылмайтын нәрсені іздеме. Егер абыройдан айырылғың келмесе, жақсылық жасауды ұмытпа. Егер масқара болғың келмесе, істемеген істі істедім деме. Егер пердем жыртылмасын десең, біреудің пердесін жыртпа. Егер сыртымнан жұрт күлмесін десең, қол астыңдағыларға рақымды бол. Егер ұзақ өкінетін жағдайдан сақтанғың келсе, көңілің нені қаласа, соны істеме. Егер зерек болғың келсе, жүзіңді халық көзімен көр. Егер қадірлі болғың келсе, халықтың қадірін біл. Халық сенің сөзіңе сай іс қылсын десең, сен өз сөзіңе сай іс қыл. Халыққа жақсы көрінгің келсе, өзіңнің құпия сырыңды ақылсыз жанға әшкере қылма. Егер жалпы халықтан жоғары дәрежелі болғың келсе, атағыңды шығару үшін дүниеңді көбейткің. Жомарттықты қаласаң, опасыз болма. Біреуден аламын деп дәмеленбе. Егер айыпсыздар қатарында болғың келсе, жеке басының қамын ойлайтын нәпсінің құлы болма. Әділеттілер қатарында болғың келсе, қол астындағыларыңды өз қамқорлығыңа алып, топтастыра біл. Егер халықтың жаман сөздерінен өзіңді аулақ ұстағың келсе, олардан еш нәрсені зорлықпен тартып алма. Егер халықтың сүйіктісі болғың келсе, көпшіліктің мұң-мұқтажын жақтап сөйле. Егер халықтың жақсысы болғың келсе, олардан еш нәрсені аяма. Егер тілім ұзын болсын десең, қолың қысқа болмас. Ей, перзентім, Анушерван Әділдің сөздері мен үлгі насихаттары міне осылар. Бұларды оқы және ардақтай біл. Бұл сөздерден данышпандық салтанатының иісі аңқып тұр. Бұл сөз дананың әрі патшаның сөзі. Барлық ілімді жігіттік шағыңда оқып білгін. Өсиет, ақылды ойыңды сақта. Ал қартайған соң ақыл, өсиет, үгіт насихатты тыңдаудың қажеті аз. Өйткені көпті көрген қарттардың көп жағдайдан хабары болғандықтан ондай үгіт насихатты қажет етпейді. Тыңдағандарыңызға рахмет.